Assalamualaikum hurmatli көрермендер. Бүгін біз қазір темір іздеуге шығамыз. Мынау огород. Мына жақта картошка. Мына жақта помидор, қылша, помидор. Мына жақтарда қияр. Қазір бұйыртса темір іздеуге шығамыз. Көреміз бүгінге не табамыз. Құрметті көрермендер, біз келдік ауылдың сыртында мынандай строительный мусор төгетін жерге жеттамен мына жерде бірінші алюмин және қаңылтыр. Мына жерде не кішкентай медный проволока және тағы мына бір темір таптық. Темір көп сияқты. Мына жерде келесі жақсы темірлер кездесіп жатыр. Алюмин, проволока, қаңылтыр, кусок. Мынандай темір. Тағы алюмин. Жоқ жібек екен. Қазір бұйыртса ар жақтарды көретін болам. Не шығады екен? Көреміз қазір. Айнадан ауыспаңыздар. Біз ұрлық қылғанда ай жарық болғанын ай деп. Біз темірге шыққанда жаңбыр жауып, найзағай соғып, күн күркіреп быт-шыт болып кетті. Ана тауық шейін. Және мен мында екі көмекшім отыр. Привет де. Привет. Мынау Сұлтан аты. Типошта өркелетеміз. Құрметті көрермен, бізде жаңбыр кішкене қойған сияқты. Жаңбыр вообще мүмкіндік бермеді. Мына жерде 15-20 минуттай отырып қалдық жаңбырды күтіп. Енді шықтық мін көліктен. Мына жақта. Қайсы? Сап алмай шөйін, аналар жүріп бір пакет ұстап. Ана жақтарда жатыр ашын қаңылтырлар қырыш. Ар жақтарды қыры. Мына жақта тазик. Опа. Мынау не? Мынау не? Магнит тауып алдық. Тазик. Тазик. Есінде не ме? Сүйек екен. Тазик. Айбет. Темір. Не оларды алмай қойш бәке. Аха, темір ма? Сал темір болса. Бұл темір қаңылтыры жатыр. Онда көге кеугірек сияқты нәрсерге. Аяқта бірден көңілік болды жаңа қызыл қызарған. Медная проволока. Ұсақ темір салатын пакет. Аяқтарда қаңылтырлар. Бүгін айбат қаңылтыр шығатын сияқты. Қаңылтырдан басқа ештеңе жоқ екен. Жинайтын бәрі жинап кеткен ғой. Қайсы? Сала бер ондайларды. Мына жақтан көп алдымен кеугірек сияқты. Қаңылтыр. Қаңылтыр. Не ол? Пакагаз қаңылтырлар болып отыр. Айбаттық темірлер шығып атса түсіріп көрсететін болам. Құрметті көрермендер, бізде мынандай алюминиевый проволока, және мынандай темір проволока, және мынандай плата тауып алдым. Сынған. Ненікі болды екен. Аздаған мед бар екен. Және мынау микросхеманы көру керек. Ішінде мүмкін алтын болуы мүмкін.
ешқандай марка ештеңе жоқ екен. Қайда бір телевизордік ме екен. Осындай плата. Және мына жерде күрек алып келу керек екен мына жерге. Мынандай темір ненікі екен. Көміліп қапты. Қалыңрақ сияқты. Осыған күрек қазбау керек. Сол. Тағы басқа темір тауып атсам түсіріп көрсететін болам. Және мен алғашқы проводым. Арқат палуан тауып берді. Мына жақта телевизор шашқан екен біреу. Және мына жақта бүтін телевизордың платасы жатыр. Осыны армандап жүреді. Әр темір қазушының өзінің бір арманы болады ғой. Осы телевизордың платасын тауып алсам деп жүріп ем, және міне. Плата. Бұл жерде алтын бар ма? Мына микросхеманы көру керек. Және мынандай катализаторларды көру керек. Осыларда мүмкін алтын болуы мүмкін. Ашан палуан тауып алыппын. Сәлемдей, каналға жазып лайк бастыш. Kanalga жазып лайк бас. Міне көкем. Еще ақсым темір. Міне ақсым темір. Мынаны ұш. Плата. Судан берген. Және мынандай қаңылтыр. Ненікі екен. Мына жерге телевизордың телескопы жатыр. Қаңылтыр. Где-то 1 килограмм болады. Және екі телевизордікі жатыр. Ақта не бар екен? Ештеңесі қамапты байқұс телевизор. LG деген телевизор екен. Түгін қалдырмапты. Бірақ платасына тиіспепті. Неге екен? Бүтін соғы катушкалармен 2 катушка ішінде мыс оралған. Тиіспеді екен соған. Соған қызық болып тұр. Бүгінге осы. Мен күндегі табысымнан 2 есе көп таптым бүгін. Және мынандай латуньнан жасалған замок. Аламыз. Латуньнан жасалған. Мына жақта жаңа бөшке жатыр. Ішінде цементі бар екен. Алмаймыз ашам. Сана сал пакетіңе. Осы. Тағы қарап көретін боламыз. Қараңғы батқанша не шығады екен. Оппана. Ой, мынандай көміліп жатқан кабель екен деп ойласам. Бірақ мынауды жаман емес. Мед аздаған. Қаңылтыр кішкентай. Алып келе, пружина тауып алды комбайннан. Молодец. Так. Стекло. Опа. Міне. Мынау, егер кім білмейді ағайын, мынандай камераларын кіндігі латунь болады. Мынаны кесіп алу керек. Мынада 40 грамм латунь болады. Енді шлангы ғой, түкке жарамайды. Мынаны ашының пакетіне салып жүгір. Латунь. Ауыр болса көтермендір. Мына латуньды кесіп алу керек. Құдайға шүкір жаман емес. Жақсы таптық. Енді көптен қазып жүрген, іздеп жүрген адамдарға бұл істен емес шығар, бұл табыстар. Бірақ мен үшін әлде қайда жақсы. Анау біздің ауылдың көрініп тұр ма? Су соратын насосы. Және мына жерде подстанция, яғни электростанция. Ана жерде көрдіңіздер ме? Найзағай ойнады. Сол. Анадан ауыспаңыздар. Молодец, қоя салып кетеміз.
Тағы тапқанымыздың бәрін бөлісіп отыратын боламыз. Тұрғыз. Қызылжар ауылының төбесінен тұрмыз біз жотада. Мына жер міне ауылдың жаңағы суы. Анақта үйлер бар екен. Ана ол жерде жанып тұрғанын көріп тұрсаңыздар. Цементный завод Қытайлар салған. Осы 2 жыл бұрын ба шулап еді ғой өзі. Сол кезде Қытайлар салған. Қытайлар істеп отыр кез. Ауылдан да біраз адамдар істеп отыр сол жерде. Анау қызыл шипір біздің мектеп біз оқыған. Қартай. Осы мені Қызылжар ауыл. Және ары қартай созылады мына жақта. Жота түсіруге мүмкіндік бермейді. Енді біз кеттік ары қартай темір іздеуге. Сұлтан палуанның тапқан темірлері. Молодец. Мынаның бәрін Сұлтан палуан тапты. Мындай плата тауып алыпты. Түгі жоқ жетмеген. Жата берсін. Қазір енді кеш батып келе жатыр. Мынау Сұлтан палуан жинаған пакеті. Аш пакетінде не бар ішінде? Мынаның бәрін өзі жинаған. Темірлер. Алюминиевый банк тауып алыпты. Молодец. Сала бер, Сұлташ пакетіға. Бар жүгір, апара бер. Апарып сала бер. Ауырма? Жинаған пакетін көтере алмай жүр енді өзі. Мынау Архат палуан. 5 килограммдық мешок толтырып алыпты. Және анау жерде қаңылтырлар бар. Және мына жерде темірлер жинадық. Және тағы бір куча оған. Мынау. Және жерде алюмин тауып алдық. Қай жерде? Осы жерлерде тағы бір. Міне. Мына жақта. Бар. Менің пакетім. Пакет көтеріп жүргім келмейді, ұстап кеттім. Мынандай қаңылтыр. Чипір. Болған кезінде. Қазір қаңылтыр. Осы өңкей қаңылтыр. Болып басқа. Мына жақта бірдеңе жылтырап тұр. Қара. Кішкентай меттері қалыпты, бірақ мынау алюмин. Мына жерде кішкентай ұсақ меттері қалыпты. Және мынандай плата сынған. Жерде платалар бар екен біраз. Мына жерде аса қызығатын алтын істене жоқ екен. Бірақ сонда да аламыз алюмин, кішкентай темір, және меттар бар, медный проволокалар. Оның да сынық бөлігі. Мына жерде мет бар екен, қарасаңыздар, мынау бар. Мет ағайын. Міне, мынау мет қызарып тұра. 2 грамм шыға ма шықпай ма? Шығар 2 грамм. Кәз тасимыз ашын. Міне, қараң қоқ бітті ағайын. Кәз. Мұнан бәрін теп. Үй жаққа қайтатын боламыз. Және үйден көрсетім. Видеоға түсірмеген. Темірлерім бар. Соның бәрін үйден кәз темірмен бөліп, реттеп, не тапқанын бәрін көрсететін болам. Арнадан ауыспаңыздар. Видеоны лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, біз үйге келдік. Сенемдің бәрін кәз түсіретін боламыз. Түсіріп, бәрін реттеп, қайтадан көрсетем. Құрметті көрермендер, осынша қара темір. Мына жерде 20 килограммдай бар. 20 килограмм қара темір. Багаждағы бәрін түсірдік.
Алюмин қап қапты. Қалған бәрін түсірдік. Мына жерде 20 килограмм қара темір. Және алюмин. Мынау ескі дезодоранттың ыдысы, бұл да таза алюмин. Крышкасын шешіп тастау керек. Және алюминовый банка, алюминовый крышка, бұларды қайттан балқыту керек. Темірлер. Мынандай алюминдер өртенбеген. Және медь. Мына медтер. Медный провод, мына жақта платада біраз медтер бар. Және мынандай латунь. Мынандай тағы бір латунь замок тапқан. Соны және анау резинка анау ұмытып кетіппін. Және камерадағы латуньды. Сол сіздерге видео түсіріп отырып, сол жерге тастап кеттім. Ертең барсам тауып алам. Және мындай очкидің темірі. Бұны тексеріп көру керек. Латунь болмаса алюмин ба. Мынау латунь. Мына медті көрсетуге ұмытып кетіппін. Ашын таппын. Мына латуньды ойлап жүрмей жүрегім ауырып отыр, ұмытып кетіппін. Және плата. Мындай плата. Телефондық ма, пульттік ма? Ескі түгі жоқ екен. Бір микросхема бар екен мына жерде. Мына контактылары күміс сияқты жалтырап тұр. Бәленбай жыл жауынның күннің астында жат. Әлі қараймаған. Мына сынған платалар. Және мынандай бүтін плата. Медный кабельдары бар. Бұны неғып алмады екен. LG телевизоры. Сол бүгінгі осы бар тапқанымыз. Видеоны лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.